Қызым, қандай ертегі оқимыз? Әке, жетілақ ертегісін оқышы. Жақсы қызым. Бастай. Ертеде бір орманда бір ешкінің 7 лағы болыпты. Лақтарым, шұнақтарым, мен орманға барып сендерге сүт алып келемін. Мен келгенше есікті ешкімге ашпаңдар. Деп ешкі орманға кетеді. Сол кезде қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, ағаштың артында тығылып тұрған екен. Лақтарым, шұнақтарым, апаларың келді, сүт алып келді, есікті ашыңдар. Жоқ, біз ашпаймыз. Біздің апамыздың даусы жіңішке, нәзік, сенің даусың жуан, қорқынышты. Біз есікті ашпаймыз. Есікті ашпағаннан кейін қасқыр аюға барады. Айеке, маған көмегіңіз керек. Менен балалар қорқады. Даусым жуан, қорқынышты. Қасеке, жылама, ұят болады. Мен саған қалай көмектесе аламын? Айеке, сіз дауыс жіңішкертеді деп естіген едім. Менің де даусымды әдемі етіп берші. Аю қасқырдың дауысын өзгертіп береді. Қасқыр қуанып кетеді. Лақтарым, шұнақтарым, ашып қойыңдар, аналарың келді. Қасқыр лақтарды қуып жүріп, барлығын қапқа салып алады. Батай! Тек бір лақ пешке тығылып, аман қалады. Кеттік! Апаларыңның дәмді кешкі асы боласыңдар! Лақтарым, қайдасыңдар? Апатай қасқыр алып кетті. Біз алданып қалдық, кешірші. Айеке, көмектесіңіз, қасқыр лақтарымды алып кетті. Ай, мына қасқырды ай! Кеттік, көрсет маған оны! Әке, ары қарай оқышы, не болды? Аю қасқырды тапты ма? Тыңда, асықпа. Дайындалыңдар, қазір сендер салан! Ойбай, басмай! Айек, мен емес! Аю қасқырдың сазайын беріп, ешкі лақтарымен қауышады. Көрдің бе, қызым, қасқыр сияқты ешкімді алдауға болмайды. Лақтарым менің! Ертегі ұнады ма, қызым? Я, әке екен. Енді ұйықта, қайырлы түн.